Василий Григорьевич Ян 1875 жылы 4 қаңтарда дүниеге келген. Орыс кене жазушысы, публицист, ақын және драматург, сценарийші, педагог. Танымал тарихи романдардың авторы. 1898 жылы Петербург университетінің тарих және филология факультетін бітіргеннен кейін журналист және саяхатшы ретінде таныла бастады. Василий Ян өз шығармашылығын Ресейді аралаған 2 жылдық саяхаттан кейін «Записки пешехода» деп аталатын кітаппен бастады. Кейінгі жылдары оның қаламынан романдар, әңгімелер мен очерктер, сценарийлер мен мақалалар жарық көрді. Янның көптеген еңбектерінің ішінен «Огни на курганах», «Молотобойцы», «Нашествие монголов», «Батый», «На крыльях мужества» туындыларын ерекше атауға болады. Осы уақыт ішінде ол өзі жазған пьесаларды сахналайтын әуесқой театр қойылымдарымен айналысты. Василий Янның «Огни на курганах» атты тарихи әңгімесі талантты, бірақ қатыгез басқыншы Александр Македонский туралы баяндайды. Жазушы оның қандай адам болғанын, қалаларды қиратқанын, тұтас бір аумақтың бейбіт тұрғындарын қырып тастағанын, өзіне қарсылық көрсеткен немесе күдікті болып көрінгендердің бәрін өлім жазасына кескенін еш бүкпесіз бейнелеуге тырысты. Василий Янға 1941 жылы әдебиет және өнер саласындағы 1 дәрежелі Сталин сыйлығы берілді. Сол жылы кеңес жазушылар одағының құрамына кірді.